жатқан тақырыбымыз критериалды бағалаудың қағидаттары немесе принциптері деп аталады. Жалпы сұрақ туындайды, қағидаттар дегеніміз не? Философиялық сөздікте қағидаттар дегеніміз белгілі білім жүйесінің негізі, алғы бастамасы немесе абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны деген анықтама беріледі. Критериалды бағалауға келетін болсақ, критериалды бағалау 5 қағидаттарға негізделеді екен. Сол 5 қағидаттарға қысқаша тоқталайық. Бірінші қағидаттың аты келесі: оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқу бағдарламасындағы мақсаттармен, күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты, оқытудың ажырамас бір бөлігі болып табылады. Демек, неге және қалай оқытады, білім алушының қажеттілігі қандай және бағалау тәжірибесінде жүзеге асыруға қажетті нәтижелерге жетуге қалай көмектесуге болады деген сұрақтарға жауап іздеуге болады. Екінші қағидат шынайылық, анықтық және валидтілік деп аталады. Бағалау дәл және сенімді ақпаратты ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу мақсаттарына жетуге, күтілетін нәтижелерге бағалайтынына сенімділік бар. Объективтік, анықтылық, валидтілік жиынтығы бағалаудың сапасын анықтайды. Барынша мазмұнды сипаттаманы бағалауды қаншалықты дұрыс өткізетіндігін және нақты нені өлшейтіндігін бағалаудың валидтілігі ұсынылады. Үшінші қағидат ашықтық және нақтылық деп аталады. Бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады. Сондай-ақ барлық оқу үдерісінде қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін арттырады. Аталған қағидат мақсаттар мен бағалау рәсімдерінің түсінікті, нұсқаулықтың анық және нақты, нәтижелердің пайдалы және қолжетімді болуын болжайды. Бағалау үдерісіндегі оның мақсаттылығы мен дұрыстығы еш күмән тудырмау тиіс. Өз кезегінде білім беру үдерісіне қатысушылар арасындағы өзара әрекет пен сенімге қол жеткізу, олардың қызығушылығын арттыру және оқу нәтижесіне оң әсер ету ықпал етеді. Төртінші қағидаттың аты үздіксіз. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігін, үлгерімін дер кезде және жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс болып табылады. Бағалау үдерісінің тұрақтылығы рәсімдер арасындағы өзара байланысты негіздейтін және бірыңғай білім беру жүйесін құрастыратын қалыптастырушы бағалау болып келеді. Бал қою, кесте механизмін қолдану және жиынтық бағалаудың кестесін белгілі әрекеттер арқылы қамтамасыз етіледі. Бесінші қағидат дамытуға бағыттылық деп аталады. Бағалау білім алушылардың, мұғалімдердің, мектептің, білім беру саласының даму бағытын анықтайды және ынталандырады. Бағалау білім алушылардың қандай да білім мен дағдыларын меңгергені туралы ақпараттарға талдау жасауға, жинақтауға негізделген білім беру үдерісінің алдағы уақыттағы қадамдары туралы негізгі шешім қабылдауына мүмкіндік береді. Сонымен біз сіздермен бірге бағалаудың 5 қағидатын қарастырдық. Енді осы қағидаттар туралы студенттер өз бетімен келесі жұмысты орындайды. Критериал бағалау қағидаттары атты схема құрастырды.